Қайырлы күн, сіздермен бірге мен Кәрімбек Нарбек Әсімұлы. Бүгін біз орталық және перифериялық жүйке жүйесінің 5-ші сабағы ромб тәрізді шұңқырға тоқталатын боламыз. Бұл видеода біз ромб тәрізді шұңқырда орналасқан ядроларға ромб тәрізді шұңқыр қалай пайда болды, соларға тоқталатын боламыз. Жалпы біздегі кез келген ағза эмбрионогенездік даму барысында белгілі бір түтіктерден дамиды, яғни трубкалардан. Ал біздің орталық жүйке жүйеміз бұл нерв түтігінен дамиды. Орталық жүйке жүйесіне бізде жұлын және де ми жататын болады. Яғни нерв түтігі эмбрионогенездік даму барысында, мынау бізде нерв түтігі деп алатын болсақ, не болмаса жұлын және де біз жұлынның ішінде сұр затын саламыз, не болмаса көбелегін деп айтайық. Және де ортасында бізде орталық өзек орналасады. Енді осы жұлынның бізде үш аймағы бар. Олар вегетативті аймақ, қозғалғыш аймақ және де сезімтал аймақ. Алдыңғы аймағы бұл бізде қозғалысқа жауап береді. Қозғалыс аймағы не болмаса қозғалыс зонасы дейміз. Артқы аймағы бұл бізде сезімтал аймақ. Және де бүйірі бұл бізде вегетативті аймақ болып табылады. Аймақ не болмаса зона деп атаймыз. Енді осы эмбрионогенездік даму барысында, яғни құрсақтың ішінде дамып жатқан кезде, бұл жұлынның не болмаса нерв түтігі деп айтайық, осының жоғарғы артқы бөлігінің ашылуы нәтижесінде бізде ромб тәрізді шұңқыр пайда болады. Не болмаса собақша ми мен көпірдің артқы бөлігі пайда болады. Яғни мына бізде артқы бөлігі сезімтал аймақ, осы аймақтан біз қандай да бір кесінді жасайтын болсақ, не болмаса осы аймақта айтамыз біз ашылады деп. Яғни біз кесінді жасайтын болсақ, ол былай ашылады. Яғни бізде мына саусағымыз, мынау сезімтал аймақ, мынау бізде қозғалғыш аймақ және де мынаулар бізде бүйір вегетативті аймақ деп алатын болсақ, эмбрионогенездік даму барысында мына сезімтал аймағы бізде былай ашылады. Соның нәтижесінде бізде ромб тәрізді шұңқыр пайда болады. Енді ромб тәрізді шұңқырды салайық. Мына астыңғы бөлігінде бізде білеміз фасцикулус, грацилис, мына жақта куниатус жатады, грацилис, куниатус деп салысылайық. Яғни бұлар бізде собақша ми. Енді осылардан бізде жоғары қарай бізде мышықтың төменгі аяқшасы келеді. Яғни мышықтың төменгі аяқшасы және де мышықтан ортаңғы миға қарай шыққан мышықтың жоғарғы аяқшасы бізде жаңағыдай ашылған нерв түтігіне ромб тәрізді форма береді. Осының нәтижесінде бізде ромб тәрізді шұңқыр пайда болады. Ал мына бізде ромб тәрізді шұңқыр, мына жағында бізде мышық орналасады. Мышық өз аяқшаларымен ромб тәрізді шұңқырдың шекараларын шектейді. Соның нәтижесінде бізде төртінші қарынша пайда болады. Ventriculus quadrus деп аталады. Енді бұл жерде біз білеміз, ортасынан бізде милық жолақ өтеді. Милық жолақ не болмаса есту жолағы деп атаймыз. Яғни 8-ші нервтің аксондары өтуіне байланысты. Осы бізде ромб тәрізді шұңқырды жоғарғы және төменгі үш бұрышқа бөледі. Жоғарғы үш бұрышы бұл бізде көпірге сәйкес келеді, төменгі үш бұрышы бұл собақша миға сәйкес келеді. Яғни көпірдің артқы беті, ал төменгі үш бұрышы собақша мидың артқы беті. Енді бұл жерде ядролар орналасқан. Ал ядролар орналасқанына келмей тұрып, ең алдымен біз бұның зоналарына тоқталатын болсақ. Яғни бізде қозғалғыш зона, сезімтал аймақтан кесінді жасадық. Соның әсерінен сезімтал аймақ бізде екі шетке қарай кететін болады. Екі шетінде орналасқан бұл бізде сезімтал аймақ. Одан кейінгісі бізде вегетативті аймақ кетеді. Яғни екі бүйір, екі шетінде де бүйір вегетативті аймақ бар. Соның әсерінен екі шеті вегетативті аймақ болып саналады. Және де ортасында орналасқан бұл бізде қозғалтқыш аймақ. Енді бізде жалпы бас миынан шығатын 12 жүк нерв бар. Бірінші және де екінші нерв, яғни иіс сезу нерві және көру нервінде бізде ядролар жоқ. Олар еш жерде орналаспаған ядролар. Ал үшінші және төртінші нерв, яғни көз қозғалтқыш және де шығыршық нервтердің ядролары, олар ортаңғы мида орналасқан. Оны сразу салып қояйық. Мына аймақта бізде үшінші және де төртінші нервтердің ядролары орналасқан. Яғни ол көпірдің үстінде бізде ортаңғы ми орналасқан. Осы ортаңғы мида үшінші және төртінші нервтердің ядролары орналасқан. Ал одан кейінгісі бізде 5-ші және де 12-ші нервтердің ядролары ол ромб тәрізді шұңқырда орналасқан. Енді осы ромб тәрізді жоғарғы және төменгі үш бұрыш деп бөлдік. Жоғарғы үш бұрышында бізде 5-тен 8-ге дейінгі нервтердің ядролары орналасады. Яғни 5-ші нерв, нервус тригеминус, 6-ші нерв,
нервус абдуценс. Одан кейінгісі 7-ші фациалис, 8-ші вестибуля кохлеарис. Яғни 5-тен 8-ге дейін осы жоғарғы үшбұрышта орналасқан. Ал төменгі үшбұрышта 9-дан 12-ге дейін орналасқан. Яғни глоссофарингеус, вагус, аксессориус және гипоглосс нервтері. Енді біз білеміз, мына жер қозғалтқыш аймақ, вегетативті аймақ және де сезімтал аймақ. Енді біз бұларды өз түстерімен салатын болсақ, ядроларын. Ең алдымен біз моторлы ядроларды кітаптарда, атластарда көрсеткенде біз оларды қызыл түспен саламыз, вегетативті жүйені жасылмен және де сезімтал жүйені көк түспен салатын боламыз. Ең бірінші біздегі нерв, ол бізде 5-ші нерв, яғни үшкіл нерв. Оның 4 ядросы бар. Біреуі моторлы, үшеуі сезімтал. Үшеуі сезімтал. Так, бірінші моторлысы. Мұнда сызайық. 5-ші нерв. 5-ші нервте бір моторлы ядро бар. Оны үшкіл нервтің моторлы ядросы деп атайды. Нуклеус, моториус, нервус, тригемий. Қазір мына видеоның соңына қарай экранға осы ядролар дұрыс аталуы және де қай нервте қанша несі бар, солардың бәрі бетіне экранға шығады. Сол кезде видеоны пауза қойып, не болмаса скриншоттап түсіріп алып, соларды дұрысынан жазып және де жаттап үйрену қажет. Яғни 5-ші нервтің моторлы ядросы, үшкіл нервтің моторлы ядросы. Не нуклеус, моториус, нерви, тригеминус деп аталады. Одан кейінгісі бізде 3 сезімтал ядро бар. Үшкіл нервте. Олардың біреуі көпірде орналасуына байланысты 5-ші нервтің бір ядросы көпірлік ядросы деп аталады, яғни нуклеус понтинус, нерви, тригемий. Одан кейінгісі бізде үтірге ұқсас, яғни созылыңқы түрде орналасқан, бұл бізде үшкіл нервтің жұлындық ядросы, нуклеус спиналис, нерви, тригемий деп аталады. Және де 4-ші, не болмаса 3-ші сезімтал ядросы, бұл бізде ортаңғы миға қарай жүруіне байланысты. Бұл бізде нуклеус мезенцефаликус, нерви, тригемий деп аталады. Яғни үшкіл нервтің ортаңғы милық ядросы. Одан кейінгісі бізде 6-ші нерв, әкетуші нерв, нервус абдуценс, яғни ол көзді латеральды жаққа қарай алып кетеді. Оның тек бір ғана моторлы ядросы бар. Оны мына жерге салайық. 6-шы нерв. Бұның ядросы аталады әкетуші нервтің ядросы, яғни нуклеус, нерви, абдуценс. Одан кейінгісі бізде 7-ші нерв. 7-ші нерв бет нерві деп аталады, нервус фациалис. Оның 3 ядросы бар. Бір қозғалтқыш, бір вегетативті және де бір сезімтал ядросы. Ең алдымен оның қозғалтқыш ядросына тоқталатын болсақ. Бұл бет нервінің ядросы деп аталады. Нуклеус, нерви, фациалис. Одан кейінгісі біз вегетативті ядросын алатын болсақ. Бұл жоғарғы сөл бөлетін ядро деп аталады. Нуклеус сальваториус супериор. Одан кейінгісі бізде сезімтал ядро. Сезімтал ядро. Оны мына жаққа салайық. Яғни 7-ші нервтің сезімтал ядросы. 7-ші нервтің сезімтал ядросы жеке жолдың ядросы деп аталады. Нуклеус солитариус. Сальваториус емес, солитариус. Бұл нуклеус солитариус ол 7-ге, 9-ға және де 10-шы жүк бас ми нервтеріне ортақ нерв болып саналады. Енді одан кейінгісі бізде 8-ші нерв. 8-ші нерв бізде вестибуля кохлеарис, кіре беріс ұлу нерві деп аталады. Оның 6 ядросы бар. 4-еуі вестибулярлы, 2-еуі кохлеарлы. Яғни вестибулярлы дегеніміз біздің статико-кинетикалық аппаратымызға жауап береді. Яғни біздің тепе-теңдікті сақтауымызға белгілі бір өзінің рөлін атқарады. Одан кейінгісі біздегі кохлеарлы 2 ядро бар. Олар біздің естуімізге жауап береді. Яғни 6 ядросын салайық. 8-ші нервтің 6 ядросы, мұна бізде 5-ші нерв болса, мұна жерге салайық. 8-ші нервтің 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұның барлығы бізде сезімтал ядро болып саналады. Олардың тоже аттары бар, яғни олардың ашқан авторларының атына байланысты қойылған.
яғни бізде жоғары үшбұрыш бітті, яғни көпірде орналасқан ядролар бітті. Осы кезде сразу айтайын, мына жерде орналасқан ядролар бұның барлығы симметриялы орналасады. Яғни 5 мына жерде орналасса, мына жерде тағы бір 5-ші нервтің моторлы ядросы бар, 6-ның мына жерде, 7-ның мына жерде деген секілді барлығы симметриялы бар. Тек мына біз суретті шатастырып, былықтырмас үшін осындай тек бір жағын ғана салып отырамыз. Одан кейінгісі бізде 8-ші нервтен кейін 9-ші нерв. Ол бізде тіл жұтқыншақ нерві деп аталады, глоссофарингеус. Оның 3 ядросы бар. Бір қозғалтқыш, бір вегетативті және де бір сезімтал ядро. Ең бірінші оның қозғалтқыш ядросына тоқталатын болсақ. Қозғалтқыш ядросы. Ол бізде уже сопақша мида орналасады, және де ол нуклеус амбигиус деп аталады. Яғни қос ядро. Ол 9-ға және де 10-шы нервтерге ортақ ядро болып саналады. Яғни амбигиус, қос ядро деген. Одан кейінгісі бізде вегетативті ядросы. 9-шы нервтің вегетативті ядросы. Бұл бізде төменгі сөл бөлетін ядро деп аталады. Яғни нуклеус саливаториус инфериор деп аталады. Және де сезімтал ядросы бар. 9-шы нервте ол сезімтал ядросы 7-ші, қай жаққа салдым? 7-ші, 9-шы, 10-шы нервтерге ортақ жеке жолдың ядросы деп аталады, нуклеус солитариус деп аталады. Яғни бұны сызып қажеті жоқ. Одан кейінгісі 10-шы нервтің ядросы, оның да 3 ядросы бар. Олардың бір вегетативті, бір қозғалтқыш және де бір сезімтал ядросы бар. Енді оның моторлы ядросы, яғни қозғалтқыш ядросы біз салып қойдық. Қос ядро, нуклеус амбигиус. Одан кейін біз оның тек вегетативті тармағын саламыз. Вегетативті ядросын. Бұл кезбе нерв деп аталады. 10-шы нерв, кезбе нерв, нервус вагус. Ал мына ядро кезбе нервтің артқы ядросы деп аталады. Нуклеус тарсалис нерви ваги деп аталады. Ал сезімтал ядросын біз салып қойдық. Ол жеке жолдың ядросы нуклеус солитариус деп аталады. Яғни жаттауға, оқуға сәл жеңілірек. Одан кейінгісі 11-ші нерв. 11-ші нерв бізде қосымша нерв деп аталады, нуклеус аксессориус. Оның ядросы бізде сопақша мида орналасады. Тек бір ғана ядросы бар, ол қозғалтқыш ядро. Нуклеус нерви аксессориус деп аталады. Жалпы қосымша нервтің өзі трапецияны, емізік төс бұғана бұлшықетін қозғалтуға қатысады. Яғни мойнымызды бұру, иығымызды көтеру деген секілді. Ал 12-ші нервтің ядросы, ол да біреу ақ, тек қозғалтқыш ядро, нуклеус нерви гипоглосси деп аталады. Осымен бізде бүкіл ядролар бітті, яғни 5-тен 12-ге дейінгі. 5-ші нервте бір қозғалтқыш, 3 сезімтал. 6-ші нервте бір моторлы, 7-ші нервте бір қозғалтқыш, бір сезімтал. Бір вегетативті 8-де барлығы да сезімтал. Одан кейінгісі 9-шы нервте әрқайсында бір моторлы, бір вегетативті, бір сезімтал ядродан. 10-шы нервте дәл солай, 11-ші нерв және 12-ші нервте тек бір қозғалтқыш ядродан бар. Жалпы мына ромб тәрізді шұңқыр бұл 4-ші қарыншаның түбі болып саналады. Мына жағында бізде мыйшық орналасады, одан мыйшық аяқшалар арқылы оның қабырғаларын құрайды. Яғни мыйшық 4-ші қарыншаның жоғарғы, яғни крышасын құраса, мынау бізде түбін, еденін құрайды. Одан кейін мыйшық аяқшалары бұның қабырғаларын құрайтын болады. Жалпы 4-ші қарынша бұл ликвор айналымында өзіндік бір рөлі бар. Яғни бізде ликвор ол қай жақтан басталады? Ол бүйір қарыншадан басталады. Бүйір қарыншадан олар 3-ші қарыншаға түседі. 3-ші қарыншадан параллель кешірім сұрайды, сильвия су құбыры арқылы ортаңғы мидан өтіп, осы көпір мен сопақша мидың артында орналасқан 4-ші қарыншаға келіп ликвор құяды. Осы ликвор ары қарай бізде апертуралар деп атайды, не болмаса тесіктер. Бізде ең түбінде, ромб тәрізді шұңқырдың түбінде форамен бар, яғни тесік, форамен магинди деп аталады. Ол арқылы ликвор 4-ші қарыншадан жұлдызның ортасында орналасқан орталық өзекке қарай ликвор ағарды. Не болмаса бүйір беттерінде орналасқан тесіктер арқылы оны форамен люшка деп атайды.
не болмаса люшка тесіктері. Бұл арқылы бізде мидың, не болмаса жұлынның субарахноидалды кеңістігі бар. Яғни торлық қабақ асты кеңістігі. Осы кеңістікке қарай ликвор ағып шығады. Осымен видеомыз бітті. Егер видеомыз ұнаған болса, каналға тіркелеміз, достарымызға таратамыз. Қош, сау болыңыздар.